Жындар әлемі. Жын сөзі араб тіліндегі жапты, жасырды, қалқалады деген мағынаға келетін жәннә сөзінен шыққан. Жындар сезім мүшемізбен сезілмейтін, көзге көрінбейтін тіршілік иелері. Жын сөзі негізінен инсан, адам сөзіне антоним ретінде қолданылып, сезім мүшелерімізбен байқауға келмейтін рухани әлем иелеріне берілген есім. Сондықтан да бұл ұғым періште, шайтан мен жындардың жалпы атауы ретінде қолданылады. Бірақ әрбір періште көзге көрінбейтін жалпы жын атауының мағыналық ұғымына кіргенімен әрбір жын періште емес. Аталмыш үш әлемнің періште, жын, шайтан әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, әрдайым Аллах Тағаланың әмірімен қайырлы, оң істердің басында періштелер тұратын болса, шайтан пендені тек алдап арбаумен, жамандыққа итермелеумен айналысады. Ал жындар да осы екі қасиетке ие. Олардың мұсылмандарда, кәпірлерде болады. Асылында біздің ұғымымыздағы дию, пері деген атаулар парсы тіліндегі жын сөзінің баламасы. Сондықтан жын, дию, пері деген сөздер көбіне бір мағынада қолданыла беретіндігін айта кеткен орынды. Жындар біздің сезім мүшелерімізге беймәлім болғандықтан, олардың болмысын қисындық яки ғылыми тұрғыдан тәптіштеп түсіндіруге келмейді. Десек те, негізгі салмақты дәлелдер мен нақты мәліметтерді Құран аяттар мен сахих хадистерден аламыз. Ал аят пен хадис олардың нақты бар екендігін растайды. Қала берді, Құран кәрімде өз алдына жын сүресінің бар екендігі баршамызға мәлім. Бірінші бөлімде айтып өткеніміздей, адам Аллах Тағалаға құлшылық ету үшін жаратылған сияқты, періштелер де Аллахқа қызмет ету әрі жаратушыны мадақтап, дәріптеу үшін жаратылған. Ал енді жындардың жаратылыстағы мақсаты қандай болмақ? Бұған жауапты Зарият сүресінің 56 аятынан табамыз. Мен жындар мен адамдарды тек қана маған құлшылық ету үшін ғана жараттым. Олай болса, жындар да адамдар секілді жәннат пен жаһаннамға баратындығы анық. Бұған дәлел ретінде мына аятты келтіруге болады. Сендерден бұрынғы өткен тозақтағы жын және адамдар тобының ішіне кіріңдер дейді. 7 Ағраф 38. Рас, тозақ үшінде көптеген жын мен адамдар жараттық. Олардың жүректері бар, алайда олар онымен түсінбейді. Көздері бар, онымен көрмейді. Олардың құлақтары бар, онымен естімейді. Олар хайуан сияқты, тіпті одан өткен адасушы. Міне солар нағыз құр қалғандар. Ағраф 179. Адам мен жындардың жаратылу мақсатына сай Аллах Тағала оларға құлшылық заңдылықтарын жеткізетін пайғамбар жібереді. Адамзатқа 124 мың пайғамбар келгендігі бәрімізге аян. Ал жындарға пайғамбар келген бе дейтін болсақ, оларға да пайғамбар жіберілгеніне көз жеткіземіз. Мұның айғағы төмендегі аят. Әй, жын мен адамдар тобы, сендерге іштеріңнен аяттарымызды баян етіп, бұл күнге кездесулеріңді ескертетін елшілер келмеді ме делінеді. Олар Раббымыз өзімізге куәміз дейді. Оларды дүние тіршілігі алдаған. Олар өздерінің анық қарсы болғандықтарына айғақ болады. Әнғам 130. Мәселе осылай бола тұра, бір қатар ғалымдар жындар әлеміне пайғамбар келмеген деген тұжырымды ұстанады. Бұл мәселеге арнайы жауап беруге тура келеді. Біріншіден, жындар арасынан пайғамбар келмеген болса, олар жаратушыға қалай құлшылық етпек? Екіншіден, Аллах Тағала жындарды да тек өзіне ғана құлшылық ету үшін жаратпап еді. Үшіншіден, Исра сүресінің 15 аятында пайғамбар жіберместен біз ешкімді жазаламаймыз делінген. Сонда жындарға тура жолды көрсетуші өз араларынан елші келмесе, пайғамбарымызға дейін келіп кеткен жындар ақыретке жазаға ұшырамайды деген ұғым шығады. Бұлай дейін десек, рас, тозақ үшін көптеген жындар мен адамдар жараттық. Ағраф 179 аяты жындардың да тозаққа баратындығынан хабар беріп тұр. Осы аяттарды негіз етіп ала отырып, жындардың да арасынан елші келгендігі жөнінде айта аламыз.
Ал енді жындардың өзіндік болмысы мен кейбір табиғи ерекшеліктеріне тоқталып өтсек. Бірінші, мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым. 51 Зарияд 56. Рас, тозақ үшін көптеген жындар мен адамдар жараттық. 7 Ағраф 179. Осы екі аяттың мағынасынан ең бастысы бастауыш сөздердің орналасу реттілігінен жындардың адам жаратылмастан бұрын жаратылғандығы тұрғысында тұжырым шығаруға болады. Егер мәселе керісінше болғанда, жоғарыдағы екі аятта да жындар мен адамдар тіркесінің реттілігі адамдар мен жындар болып орналасқан болар еді. Демек, бұдан шығатын қорытынды жындар адам баласынан бұрын жаратылған, тіпті жындар адам атар жаратылмастан 2000 жыл бұрын жаратылған деген нақтылы пікірлерде жоқ емес. Екінші, адам топырақтан, періште нұрдан жаратылса, жындар оттан жаратылған. Жындарды оттың жалынынан жаратты. Рахман 15. Ал енді бұл тұрғыда мынадай сауал туындайды. Егер жындар оттан жаратылған болса, тозақ оты оларды қалай жағады деген қисынды сауал туындайды. Асылында Аллах Тағала оларды әу баста оттан жаратқанымен, олар от халіндегі мақлұқтар емес. Мысалы, адам баласы топырақтан жаратылғанымен, тәні топырақ емес қой. Сол секілді жындардың да тозақтың отына жануының өз ерекшеліктері бар. Үшінші ерекшелігі, жындар да адамдар секілді ішіп жейді, үйленеді, көбейеді, ер-әйел болып бөлінеді және өледі. Олардың өмір сүру ұзақтығы өз уақыттары бойынша 60-70 жылдай болады. Бірақ олардың жылдық өлшемдерін біздің уақыт өлшемімізге шаққанда шамамен 1000 жылға жақын, яғни бір жынның өмір сүру мерзімі 1000 жылға жақын уақыт деп түсінуге болады. Жындар да адамдар секілді мұсылман, кәпір, жақсы, жаман болып бөлінеді. Сондай-ақ жындар да адамдар секілді есту, ойлау және сөйлеу қабілетіне ие. Жындардың ғайыппен байланысты ілімі жоқ. Олар тек Аллахтың өздеріне берген рұқсат мөлшерінде ғана адамдарға беймәлім кейбір мәселелерді біліп көре алады. Кәпір жындар өздеріне дос ретінде кейбір адамдарды әдейілеп таңдап алады. Сөйтіп оларды алдап арбау арқылы түрлі айлакерлік әдістермен өз ырқына көндіреді. Міне біз мұндай жандарды балгер, бақсы, тәуіп деп те айтып жүрміз. Жындардың көріпкел балшыларға жеткізген кейбір хабарлары кей жағдайларда дұрыс шығуы да мүмкін. Бірақ мәселе солай болды екен деп оларға палаштырып, келешекті білуге әрекеттену ислам діні бойынша үлкен күнә. Жалпы ғалымдардың көпшілігінің айтуы бойынша пайғамбарымыздың пайғамбарлығы адамдарға да жындарға да ортақ. Сол себептен пайғамбарымызға Расулус Сахалайн деген ат берілген. Бұдан шығар қорытынды жындар бізбен параллель өмір сүріп жатқандығын айғақтауға болады. Бірақ олардан қорқу емес, керісінше түрлі тиісті дұғаларды жаттап, сақтанып жүрген абзал. Құрметті Неге каналын тамашалаушылар, баршаңызды каналға тіркелуге шақырамын. Лайк басып, комментарий қалдыруға рұқсат